Құрметті достар, ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Құрметті достар, қазір бұл видео ұзақ видео болады. Сабырлықпен, асықпай соңына дейін қараңдар. Түсінбесеңіздер, қайталап 2-3 рет қарап алыңыздар. Ең бірінші өзімізде тұрған тиктогымызды удалить етіп тастаймыз. Удалить етпестен алдын тиктогымыздың аккаунтымызды қағазға жазып аламыз. Қағазға, қайталап айтам, аккаунтты қағазға жазамыз, паролімізді қағазға жазып аламыз. Ұмытып қалмау үшін. Түсіндіре алдым ма? Ол керек болады міндетті түрде, сосын түсіндірем. Сол өзімізде тұрған күнде кіріп жүрген тиктокты үстін басамыздағы удалить етіп тастаймыз. Удалить етілді. Удалить еткеннен кейін мен жіберген жаңағы сілтемені басасыңдар. Сілтемені басып кіру керексіздер. Осы сілтеме мен сіздерге жіберіп қойдым. Міне осы сілтемеге кіресіңдер. Осындай TikTok плюс мод плюс 22 деген сілтеме тұрады. Осының үстін басасыздар. Установка. Установка жасалсын. Установка жасалғаннан кейін открытті басамыз. Открытті басқаннан кейін осындай экран ашылады. Басқа ештеңені баспай тұрыңыздар, қараңыздар. Сол жақта астында mod settings деген жазуды басамыз. Mod settingsті басамыз, осында жазу шығады. Mod settingsті басып, осында жазу шыққаннан кейін Saudi Arabic деген тауып аламыз. Астыңғы жағында мұқият қараңдар. Бір-біріне ұқсайтын жазулар шығады, бірақ қателесіп қалмаңдар. Неке, осы жерге келеміз. Саудия Арабия деген жазу бар. Осыған міне осы птичканы қойып қоямыз. Осы птичканы қойғаннан кейін астыңғы жақта кішкене міне көрінді ме? 4K регион деген жерде кішкене көтереміз жоғарыға. Неке, 4K регион деген астындағын басамыз. Басқаннан кейін OK деген жазу шығады. OK'ді басамыз. OK'ді басқаннан кейін міне close деген жазуды басамыз. Close'ні басқаннан кейін skip деген жазу шығады. Сол жақта астыңғы жақтан. Барлық астыңда кетіп жатыр. Skip'ті басамыз. Басқаннан кейін уже болды. Неке, жоғары қарай жылжытып жібереміз. Енді осыдан кейін оң жақтағы профиль дегенді басамыз. Профильді басқаннан кейін осы жерге sign up деген жазу шығады. Осыны басамыз. Осы жерді басқаннан кейін астыңғы жақта оң жақта қызыл логин деген жазу тұр. Ең астында логин деген қызыл жазумен жазылып тұр. Соны басамыз. Логинді басқаннан кейін осы жерде бірінші усе поне деген жазу бар ғой, ең бірінші тұр. Соны басамыз. Осыны басқаннан кейін экранды оңға қарай жылжытамыз. Оң жақтан солға қарай итереміз. Email деген жерге қарай итереміз. Itергеннен кейін баяғы өзіміздің қағазға жазып алған пароль мен логиніміз бар ғой, сол жерді осы жерге жазамыз. Түсіндіре алдым ба достар? Осы жерге қазақ бро, мен қазір кіремін достар, жарай ма? Қарап отырыңдар. Логин мен парольді осы жерге тереміз. Баяғысы қағазға жазып алғанды осы жаққа енгізу керекпіз. Қазір мен жазамын достар. Екінші видеода көресіздер қалғанын.